Бір қамырдан 2 пирог дайындаймыз. Кенвудтың көмегімен тез әрі оңай. Құрғақ чашамызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне 100 грамм қантымызды саламыз. Бөлме температурасындағы 200 грамм сармайымызды саламыз. Сармайым 72%-дан төмен болмау керек. Осы 3 масамызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Менде осындай Кенвудтың Кукурузные насадкасымен араластырдым. Миксердің жылдамдығын 1-ге қойып айналдырдым. Сіздер өз қалауларыңыз 2-ге, 3-ге қойып та айналдыруға болады. Массамыз дайын болды. Енді үстіне електен өткізілген 410 грамм ұнымызды салып, үстінен қопсытқышты салатын боламыз. Біздің тестамыз дайын болды. Қамыр дайын болды бізде. Жұмсақ, керемет, оған жабыспайды. Осындай қамырымыз дайын болды. Өте керемет, оған жабыспайды. Енді қараймыз. Бізде бұл жерде 2 пирогтың қамыры бар. Біз енді бұл қамырды қараймыз. Бізде 822 грамм қамыр шықты. Яғни біз 410 граммнан бөлеміз бұл қамырды. Осындай қамыр дайын болды.